Мен Жанерке Сағымжан, министрліктің осы апта көлемдегі айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Қазақстандық жол ғылыми зерттеу институтының оқу орталығы Астанада Қазақстандық жол құрылысы ұйымдарының мамандарына арналған семинар өткізді. Іс-шара барысында институт кеңесшілері халықаралық федерация келісімшарттарының стандарттары мен ерекшеліктері туралы жан-жақты түсінік беретін ақпаратпен бөлісті. Айта кету керек, 2023 жылдың көктемінен бастап егіс келісімшартының талаптарын қаржыландыру нысанына қарамастан барлық жол жобаларына енгізу жоспарлануда. Жолаушылар авиакомпанияның кінәсін кешіктіргенін әрбір сағат үшін билет құнының 3% мөлшерінде өтемақы алуға құқылы. Бұл туралы азаматтық авиация комитетінің өкілі ашық сағат алаңы жобасының аясында кеңес барысында атап өтті. Кеңесте сондай-ақ авиакомпаниялардың кестені уақытылы орындауының, сондай-ақ жолаушылардың құқықтарының сақтауды маңыздылығын атап өткен болатын. Авиакомпаниялардың міндеттері де түсіндірілді. 2023 жылға 1 маусымға дейін жергілікті атқарушы органдарының жылу желілерінің техникалық тексеру жүргізу ұсынылды. Бұл туралы үкімет отырысында министрлік басшысы Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Айта кету керек, еліміздің инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдық дамыту үшін жылу желілерінің кезең-кезеңімен жаңғырту жоспарлануда. Келесі жылдан бастап арсеналдағы арнайы қызметтерде ұшқышсыз ұшу аппараттарда пайда болады. Дрондар дизайнері диагностикалауды қауіпсіз ғана емес, сонымен қатар тезірек, арзанырақ және тиімдірек етеді. Бүгінгі таңда техникалық жағдайда тексеру үшін мамандар автокрандар мен альпинистік құралдарды пайдаланады. Бұл жұмыскерлер өмірінің үлкен қауіпіне төндіреді. Өз кезегінде дронды қолдау арқылы жұмыс жеңілдейді. Тексеру уақыты 3-4 есеге қысқарады деп атап өтті Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының мамандары. Бадам индустриялық аумағында химиялық талшықты өндіру жобасы іске қосылды. Зауыт толық қуатты шыққан кезеңде өндіріс көлемі жылына 50 мың тонна дайын өнімді құрайды. Жобаның құны $20 миллион құрайды. Мұнда дайындалатын талшық синтепон, төсек толтырғыш, жұмсақ жиһаз, киім және тағы басқа өнімдерді өндіріске қолданылмақ. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Еркебұлан Дауылбаев азаматтарды онлайн және офлайн форматта жеке қабылдауды өткізді. Барлық өтініш білдірушілерге толық жауаптар берілді. Бұдан басқа қосымша зерделеуді талап ететін мәселелер бойынша азаматтарға жазбаша жауаптар жіберілетін болады. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.